Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын творожный пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды және бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен осындай миксермен араластырдым, арнайы комбайн миксермен. Сіздер қолмен араластырсаңыздар да болады. Менің қолмен істеген видеом тоже бар. Мен мұнда сметаник және творожный пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сондықтан астына тек бір ғана творожный пирогтың біреу ғана шығатын құрамын жазып қоямын. Енді ұнымызға разрых етлімізді салып, осылай қамырымызды жасап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығуы тиіс, қатты болып қалмасын. Міне менің қамырым дайын болды. Енді осыны жақсылап бір араластырып аламыз дағыны, пакетімізге салып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Міне осылайынан қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды және сүзбемізді саламыз. Оның үстіне манная крупа 1,5 қасық салып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай комоктар болмауы керек. Мен осылайын араластырып алып, алдын ала сосын блендермен жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай болып шығу керек. Енді тестамызды жаямыз. Мен 22-лік формада дайындадым. Міне тестамды 2-ке бөліп аламын. Біреуіне сметаник, біреуіне творожный пирог дайындайтын боламын. Міне қамырымыз өте жұмсақ әрі өте жеңіл жайылады. Өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер барлықтарыңыз. Ұзақ уақыттарыңызды да алмайды. Не осылайдан тегістеп жайып, вилкамызбен тесіп, жан-жағын қатты көтеріліп кетпес үшін салмамызды салып, 150-160 градуста ровно 1 сағат пісіріп аламыз. Сонда қамырымыз керемет болып шығады. Бір сағаттан ерте алып қойсаңыздар, қамырларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Міне жаны осылай қызаруы керек. Және қамырларымыз сынбайды, бөлінбейді, осылай әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.